Дәл қазір мысалға біздер өнер саласындағы мақсатымыз, біздер 100 мың техниканы білмейміз, бір техниканы 100 мың мәрте зерттейміз. Соның салдарынан біздің жасаған туындыларды қайталау мүмкін емес болады. Соның бірі 5 минутта немесе 3 минут аралығында мына қарындашты қолданбай, қайшыны қолданбай, түпкі сана арқылы қолмен қию. Яғни қиялға ерік бере отырып, көз алдыңа елестете отырып, қандай дүние шығатынын, мысалға түпкі сананың ол құдіреттілігі сонша, біздің қатты қалауымызды, арман мақсаттарымызды әлбетте өмірге, жүзеге асыруына үлкен септігін тигізеді. Адамның берілген үлкен байлығы, ол Құдай таңдау еркін берілген адамға, және де мына түпкі сана, тіпті сіздермен сөйлесіп отырсам да, осыны жасаудамын. Сол оның барлығы түпкі сананы басқару арқылы беріледі. Бұл әлемнің мәдени ойуы. Біздің мына стилизациямызға сәйкес. Бұл импровизация, кәдімгі дейсіз, кәдімгі қағазды бүктеп-бүктеп, оюды шығарып жатырсыз, бұл жаттап алған нәрсе емес қой? Қазір ойдан шығып жатыр, әрине. Және де осы шыққан дүниенің барлығы, бұл әлемде бір ғана данасы болады, және де бұны қайталау мүмкін емес болады. Себебі мына сіздермен отырғандағы сәт, сезім, оның барлығын қайталау мүмкін емес. Осы ойлаймын, болашақ тұрғындары мына біздің осы жасаған дүниені алдағы уақытта сканерге өткізетін болса, осы оян бағдарламасын және де осындай сіздердей тамаша жүргізушілердің барын бірден аңғарып беретін еді, көрсетіп. Рахмет. Тағы бір маған нәрсе, сіздің еңбектеріңізде бірегей стиль ретінде қалыптасқан аң стилі жақсы бір көрініс тапқан екен. Мысалы кезіндегі қарғалы диадемасы болсын, жаңа тамғалы тастардағы өрнектер болсын, кезіндегі сақ скиф дәуіріндегі алтын әшекейлердегі өрнектерді өз өнеріңізге арқау етеді екенсіз. Бұл жаңа бір сонау түп негізге, тамырға сүйену ме, әлде осы дүниені бірегей ретінде танытып, халықаралық аренада танымал еткіңіз келе ме? Біздердің ұлы осы мұрат жолында салып кеткен бабаларымыздың өнерін, сол баба ата шебер атамыздың өнерін әрі қарай насихаттап, оны жаңғырту мақсаттарының бірі болды. Соны сәтті орындадым деп айтам. Ондағы ерекшелік барлық сақтардан табылған реквизиттерді біріктіріп, сюжетті композиция құрастырдым. 30% сақтардың ақпарат деректерінен алдым. Қалған 70%-ын өз идеяммен сол деректерді байланыстырып, сюжетке айналдырдым. Мысалға, сақтардың әрбір элементтері олар оқшаулы, дара-дара келеді. Олар еш уақытта бірікпеген. Соны біріктіріп, әртүрлі осындай кең көлемде ақпараттық композиция жасау, ол біздің болашағымызға берілетін үлкен сондай мұра болып қалмақ.